көптің көкейінде жүрген сұрақтарға жауап бере кетейін. Ол визаға қатысты, сол тақырыптың айналасындағы сұрақтарға жауап берейін. Ол Америкаға қалай барамыз, визаны қалай аламыз деген сияқты сұрақтарға жауап беретін боламын. Ендеше кеттік. Жалпы виза дегеніміз не? Осы сұраққа жауап бере кетейін. Өйткені жақында маған бір жігіт жазады, жекеме Инстаграмда. Эйр Астанада таныстарың бар ма? Жалпы Америкаға қалай барамыз деген сияқты сондай бір сұрақ қойыпты. Енді кейбір адамдар бар, шыны керек, визаның не екенін білмейтін, сондықтан түсіндіре кетейін. Виза дегеніміз ол белгілі бір құжат. Қандай да бір мемлекетке бару үшін кейбір мемлекеттер сізден сол визаны талап етеді, олардың шекарасын асу үшін. Мысалға, Америка, біздің жағдайда Американы алатын болсақ, виза Қазақстан үшін міндетті. Ол виза дегеніміз сіздің паспортыңызға қойылатын құжат, яғни ол сізге рұқсат береді Америкаға кіруге. Визаны алу үшін сізге Америка Құрама Штаттарының елшілігіне бару керек болады. Ол дегеніміз бізде Астана мен Алматыда орналасқан екі елшілік бар. Сол жерге барасыз, бармас бұрын сізге алдымен солардың сайттарына кіріп, қандай виза керек, сол бойынша сізге анкета толтырасыз. Сол анкетаны толтырғаннан кейін елшілікке барасыз. Сол кезде консулмен тілдесу барысында белгілі болады барлығы. Сізге виза беріле ме, жоқ па деген сияқты. Визаның түрлері, қандай визалардың түрлері бар? Визаның түрлері өте көп. Оның барлығын айтудың қажет жоқ деп ойлаймын, себебі қарапайым халық үшін қолжетімді визаларды айтайын. Ол бірінші туристік виза, B1, B2 деп аталады. Екінші студенттік виза, студенттерге арналған, кез келген адамға арналған, оқығысы келетін кез келген адам ол визаға тапсыра алады. Енді әрине жас ерекшеліктері бар, ол жерде шамамен 30 жасқа дейін, мүмкін 35 жасқа дейін тапсыра беруге болатын шығар. Сол визаның түрі, сосын және де дәл қазіргі уақытта оқып жатқан студенттерге арналған J1 деген виза бар. Ол Work and Travel бағдарламасы бойынша ол визаға тапсыруға болады. Яғни Қазақстанда оқып жүрген кезде сол бағдарлама бойынша Америкаға келіп, жазғы демалыс уақыттарында жаңағы 3-4 айға дейін жұмыс жасап, заңды түрде жұмыс жасайсыз, сосын сол уақыт өткеннен кейін қайтадан елге қайтасыз. Бұл бағдарламаның бір ерекшелігі, сіз бұл Америкаға келгеннен кейін белгілі бір құжаттарға қол жеткізесіз. Ол ең басты құжат бұл жақтағы керек Social Security Number дейді, сол құжатқа қол жеткізесіз. Сол құжатты алып алғаннан кейін елге ораласыз, кейін болашақта қайтадан Америкаға келетін болсаңыз, сізде көптеген мүмкіндіктерге жол ашылады сол құжат арқылы. Ал Social Security Number'ды туристік визамен ала алмайсыз, студенттік визамен жүрген кезіңізде алуға болады, егер де сіз университет қабырғасында жүрген кезде, яғни университетте оқитын болсаңыз, университет қабырғасында студенттерге жұмыс істеуге заңды түрде болады, 20 сағатқа дейін. Сол тек қана студенттің кампустың айналасында ғана жұмыс істеуге рұқсат етілген. Енді виза қанша уақытта беріледі? Туристік визаны айтатын болсақ, бізде Қазақстанда дәл қазіргі сәтте 10 жылға дейін беріледі. Бірақ ол барлығына 10 жылға беріп жатыр деген сөз емес. Кейбір адамдарға 5 жылға дейін береді, кейбіреулерге 2 жыл, кейбір адамдарға тіптен 3 айға дейін ғана беріп жатыр. Ол дегеніміз, бірақ сізге 10 жылға берді дегеніміз, ол сіз Америкаға келіп 10 жыл бойы үздіксіз тұра аласыз деген сөз емес. 10 жылға берді дегеніміз, ол сіздің паспортыңызға 10 жылға визаға қойып береді. Бірақ сіз Америкаға келгеннен кейін туристік визамен тек қана 6 айға дейін осы жақта жүріп тұра аласыз. Сосын қайтадан 6 ай өткеннен кейін Қазақстанға оралуыңыз керек болады. Студенттік виза. Студенттік визаның мерзімі ол сіздің оқу жоспарыңызға байланысты, яғни сіздің оқу мерзіміңізге байланысты сізге визаны беретін болады. Студенттік виза дегеніміз, ол ойлап қалмаңыздар, тек қана жоғары оқу орнында оқыған кезде ғана береді деген сияқты. Жоқ, тек тілдік курстарға жазылсаңыз да жеткілікті. Ал тілдік курстар кемінде 3 айдан басталады, яғни 3 айдан бастап жоғары қарай жылдап, 2 жылдап
10 жылдап тіпті студенттік визамен жүре беруге болады Америкада. Ал J1 визасына келетін болсақ, ол сізге жазғы демалыс уақыттарында ғана, яғни 3-4 айдан көлемінде ғана рұқсат беріледі. Сосын қайтадан елге оралу керек болады. Енді визаның бағасына келетін болсақ, виза ол мейлі туристік виза болсын, оқу визасы болсын, немесе J1 визасы болсын, оларға бір арнайы бекітілген баға $160 шамасында. Бірақ бір айта кететін нәрсе, $160 төлегеннен кейін сіз ойлап қалмаңыз керек, бұл виза менің қалтамда деп. Ол $160 тек қана сізге берілетін мүмкіндік, яғни визаға тапсыруға деген мүмкіндігіңіз ғана. Ол виза беріле ме жоқ па, ол белгісіз. Ақшаны төлейсіз, ешкім сізге гарант бермейді визаны алуда. Осылай Америкаға миллиондаған адамдар келгісі келгеннен кейін Америка осылай ақша жасайды десек те болады. Жалпақ тілмен айтқанда $160 дегеніміз ол сіздің визаға тапсыруға деген бір мүмкіндігіңіз ғана, яғни шанс дейді ғой. Ал визаны ала алмаған жағдайда $160 сізге қайтарып бермейді. Енді тілдесу барысында, яғни тілдесуге барар алдын сізге ол жаққа апаратын құжаттар, міндетті деген құжаттарды айтайын. Қосымша құжаттарды кейін айта жатармын. Ең басты құжат ол сіздің паспортыңыз. Осы құжат сізден талап етілетін бірақ құжат деп айтсақ болады, ал қалғандарын сол визаға тапсыру барысында өзіңіз жасап аласыз. Ең бірінші паспорт, одан кейін елшіліктің сайтына кіргеннен кейін жағы анкета, ол DS-160 формасы. Үшінші ол интервьюге, яғни тілдесуге қабылдандыңыз деген құжат. Төртінші $160 төледіңіз деген банктен квитанция. Және де ең соңғысы бесінші 5/5 сіздің суретіңіз қажет болады. Бұл 5 құжат ең міндетті деген құжаттар. Қосымша құжаттарға келетін болсақ, ол сіздің жұмыс орныңыздан анықтама керек болады, яғни сіздің жұмыс істейтініңіз туралы, және де айлық көрсеткішіңізді көрсететін анықтама қағаз, және де қосымша дүние мүлкіңіз бар болатын болса, соларды растайтын анықтама қағаздар керек болады. Бұл құжаттар қосымша қағаздар. Бұны сізден міндетті түрде алып келу керек деген сияқты ондай сайтта ештеңе жазылмаған, бірақ ала барғаныңыз жөн болады. Себебі сұрап қалуы мүмкін. Енді визаны алу ол қаншалықты мүмкін нәрсе. Бұл нәрсеге келетін болсақ, мен нақты бір кесіп ештеңені айта алмаймын, себебі визаны алу барысында түрлі факторлар әсер етеді. Ол сіз елшілікке барған соң, интервьюде отырған кезде консулдың алдында өзіңізді ұстауыңыз, сөйлеу мәнеріңіз, соның барлығы әсер етеді. Тіпті консулдың көңіл күйі нашар болса да, жай сол үшін ғана сізге визаны бермеуі де мүмкін. Сондықтан да сізден талап етілетін нәрсе, барғаннан кейін сіз консулға бірақ нәрсені дәлелдеу керексіз. Ол сіз визаны алғаннан кейін Америкаға барып, сол жақта қалып кетпейтін, яғни қалып кетпейтініңіз туралы консулдың соған көз жету керек болады. Консулдың ең бірінші қарайтын нәрсесі ол сіздің жұмыс орныңыз, яғни сіздің тұрақты жұмыс орныңыздың болғаны өте жақсы болады. Айлығыңыз да жақсы болу керек. Визаны алғаннан кейін Америкада қанша уақыт жүруге рұқсат етілген? Бағана жоғарыда айтқанымдай, туристік визамен келетін болсаңыз, бұл жақта жүруге сізге бір кіргеннен кейін 6 ай жүруге дейін ғана рұқсат беріледі. 6 ай өтпес бұрын сіз Америкадан шығып кету керексіз. Сосын Америкада қанша уақыт болдыңыз, сонша уақыт Қазақстанда болып, қайтадан кіруге кеңес беріледі. Себебі сіз осы жақта 5-6 ай болып, Америкадан шығып, 1-2 аптадан кейін қайтадан келетін болсаңыз, сізді кіргізбеуі мүмкін. Ал студенттік визаға келетін болсақ, визаға тапсырар алдын сіз оқу орнынан шақырту аласыз. Шақырту қағазының аты I-20 деп аталады. Сол қағазда сіздің сұранысыңызға орай сол жерде жаңағы мерзімі жазылады. Сол мерзімге сізге виза береді. Америкаға келгеннен кейін, мысалға 2 ай, 3 ай оқуға келдіңіз делік. 3 ай оқуыңыз бітер алдын сіз оқуыңызды сіздің еркіңізге қарай соза аласыз. Яғни 1 жылға, 2 жылға тіптен сөйтіп оқып жүре беруге де болады. Туристік визаға қосымша айта кетейін. Егер Америкаға сол визамен келіп жатсаңыз, сізге бір белгілі бір уақыт өткеннен кейін студенттік визаға тапсыруыңызға мүмкіндік болады. Енді жаңа кеңестерге келік. Бұның барлығын жасауға болады. Бізде бір мынандай стереотип қалыптасқан.
жаңағы визаға тапсыру бізде кез келген мемлекет болсын, басқа өзге де тек қана Америка емес, басқа да өзге мемлекеттерге бару үшін міндетті түрде туристік агентствоға бару керек, солардың көмегіне жүгіну керек деген сияқты сондай бір ой қалыптасқанда, ол бір жансақ пікір. Себебі оның барлығын өзіңіз жасасаңыз болады. Жаңағы сайтқа кіресіз, ағылшынша білмесеңіз де, неге аудармаға салып аударасыз, немесе достарыңыздың көмегіне жүгінесіз. Соның барлығын тыңғылықты орындап, анкетаны толтырып, ол жерде толтыратында бір аса алып бара жатқан ештеңе жоқ. Барлығы өзіңіз жайлы, сіз туралы ақпарат, ол жерде өзіңіз туралы ақпарат беру керексіз. Аты жөніңіз, туған жылыңыз, қай жақта, қай қалада туылдыңыз, сіздің жұмыс орныңыз, сіздің туысқандарыңыз деген сияқты сондай мәліметтерді сол жерде жазу керексіз. Болды, одан асып бара жатқан ештеңе жоқ ол жерде. Сөйтіп құжаттарды жинап болғаннан кейін өзіңіз елшілікке барасыз, белгіленген бір уақытқа. Бір айтатын нәрсе, уақытты елшіге, консулға жазылған кезде түске дейінгі уақытты таңдаңыз. Себебі елшілікте оларда бір күнге берілетін сондай лимит болады, осыншама адамға виза беріледі. Болды. Енді сол үшін сондықтан таңғы уақытқа жазылғаныңыз абзалырақ. Алматыда білмеймін, бірақ барлық жерде солай шығар. Өз басымыз Астанада тапсырдық визаға. Елшілікке барасыз, барғаннан кейін негізгі 3 терезе болады. Ол бірінші терезеге барасыз, құжаттарыңызды тапсырасыз, сосын екінші терезеге жібереді, сол жерде дәл қасында болады. Сіздің қолыңызды басып алады, яғни отпечаток пальцев дейді ғой, соны жасайды. Сосын барып отырасыз, күтесіз. Үшінші терезеге сізді фамилияңызды айтып шақырады. Барасыз, консулдың алдына отырасыз, міндетті түрде амандасасыз, сізден жағдайыңыз қалай деп сұрайды. Сосын кейбір адамдар болады, бізде Қазақстанда енді бұлар американдықтар how are you деп сұрайды. Ол сіздің бұларда енді қалыптасып кеткен ғой, көшеде кетіп бара жатқан танымайтын адамға да сөйтіп айта береді. Сіздің жағдайыңыз қалай деп сұрайды ғой. Кейбір адамдар болады, жағдайыңыз қалай десе, жақсы деп, жақсы ғой деп, осылай отыра береді да, өзіңіз қалайсыз деп сұрақ қоймайды. Немесе солай тілдесу керек та, консул кіргеннен кейін онымен жарқын, емін-еркін тілдесу керек, өзіңізді бос ұстауыңыз керек, сенімді сондай. Осының барлығы әсер етеді. Егер сіз қобалжып, қол аяқтарыңыз дірілдеп, сондай өз-өзіңізге бір сенімсіз болып отырсаңыз, онда консул ойлауы мүмкін, мынау бірдеңені бүлдірейін деп отыр, мынау ана жаққа барғаннан кейін қалып қойғысы келіп отыр, немесе жұмыс істеуге бара жатыр деген сияқты сондай бір ойлар туындауы мүмкін да. Сондықтан өзіңізді сенімді, барынша бос, емін-еркін ұстау керексіз өзіңізді. Не нәрсені айтпау керексіз. Консулға сіз алдына барғаннан кейін туристік визамен тапсырып жатсаңыз, немесе студенттік визамен тапсырып жатсаңыз, сізге ешқашан олай айтуға болмайды. Мен жұмыс істеуге бара жатырмын деп. Болды, сізге 100% виза берілмейді. Сондықтан туристік визамен бара жатсыз ба, тек қана турист болып бара жатырмын деп айту керексіз. Бір белгілі бір іс-шаралар болайын деп жатса, әлемде теңдесі жоқ, тек қана Америкада болатын сондай бір іс-шаралар болса, сол нәрсеге бара жатырмын, біреудің концерті болайын деп жатыр, немесе Головкиннің бір кезекті бір кешіне бара жатырмын, немесе сондай бір әйгілі жұлдыздардың концерті болады деген сияқты, соларға бара жатырмын. Немесе жай ғана Американы баяғыдан бері көруге сондай бір арманым бар, соған құштармын. Лос-Анджелеске барып, Голливудты көргім келеді, немесе Нью-Йоркқа барып, Нью-Йорктың үстімен вертолетпен ұшқым келеді. Білмеймін, сондай бір өзіңіздің бір сондай бір арманыңыз болса, солай айту керексіз. Туристсіз ба, турист болам деп айту керексіз. Ал студенттік визамен тапсыратын болсаңыз, студентсіз ба, онда сол тілдік курсқа бара жатырмын, оқу үшін бара жатырмын, білім деңгейімді көтергім келеді деген сияқты сондай бағытта айту керексіз. Осы бағыттан ауытқымау керексіз. Сосын сізден консул қандай да бір құжаттарды талап етсе, сол құжатты беруіңіз керек. Жоқ болса, жоқ деп айтыңыз.
бар болса басқа құжаттарды оған қоссақ тықпаштаудың қажеті жоқ. Менде мынандай құжаттар бар деген сияқты да айтудың қажеті жоқ. Тек сұраған нәрсесін беруіңіз керек, сұраған нәрсесіне жауап беруіңіз керек. Және де бір айта кететін нәрсе, елшілікке баратын кезде сіз ең алдымен кірмес бұрын сіз тексерістен өтесіз. Яғни барлық заттарыңызды тексереді, керек заттарыңызды, керек емес заттарыңызды барлығын үйде тастап кеткеніңіз жөн болады. Себебі жаңа тексеріс барысында барынша аз болғаны дұрыс заттарыңыздың, оларды алып жаңа арнайы бір қорапшаларға салып қояды. Себебі тек сізге ары қарай кіруге жаңа құжаттарыңызбен ғана кіргізеді ары қарай. Бір пайдалы болатын кеңес, өзіңізді сенімдірек ұстауыңыз үшін кірген кезде өзіңізді бір жаңа виза беретін сондай бір консулмын деп есептеңіз да, сондай адамдарға сондай көзқараспен қараңыз. Кіресіз, кірдіңіз залға, көп адамдар отырады ғой, солардың барлығына бүйтіп көзіңіз жүгіртіп қарап шығыңыз. Кім өзін қалай ұстап отыр, қандай қимыл әрекеттері қандай, соларға визалық офицер ретінде қарасаңыз, сондай бір кішкене сенімділік пайда болады сізде. Және ойлаңыз да, қайсысына визаны беретін едіңіз, қайсысына бермейтін едіңіз. Біреу мысалға отырып бүйтіп қайта-қайта жалтақтап, жан-жағына қарап, көздерін жыпылықтатып, сондай бір қобалжып отса, онда сіз ол адамға бермейсіз визаны, егер офицер болсаңыз. Не үшін қобалжиды ол адам? Қобалжыса, демек бұл жерде бір гәп бар деген сөз да. Ал егер адам өзін сондай бір сенімді ұстап отса, жайбарақат отса, киген киімі де түзу, сондай таза, сондай бір жағымды болып отса, онда сол адамға берейін деген сияқты. Сондай бір өзіңізге кішкене бір эксперимент жасап көріңіз. Сол кірген барысыңызда. Осындай бір дүниелерде сізді өзіңізді қолыңызға алуға, өзіңізге сенімділік беруге бір көмегі, септігі тиеді деп ойлаймын. Жалпы бір нәрсені ұғыну керек. Визаға кіргеннен кейін сізде бір мынандай сезім болу керек қой. Визаны берсе берді, бермесе бермеді, маған бәрібір деген сияқты. Осындай бір сезіммен кірсеңіз, онда сізге визаны міндетті түрде береді. Бермесе де өкінішті ештеңе жоқ. Америка, білмеймін, Америкадан басқа да елдер бар, көргіңіз келетін болса. Сондықтан да ешқашан мұңаймаңыз, ешқашан жабырқамаңыз. Бұнымен визаны ала алмай қалсаңыз, онымен өмір бітпейді. Визаны алуда түрлі мүмкіндіктер бар. Сондықтан да кейін, қазір болмаса, кейін болашақта ала жатарсыз, басқа да мүмкіндіктер туар деген сияқты ғой. Және де бір кей адамдар жұмыс визасына қатысты сұрақтар қойған екен. Жұмыс визасына қатысты айтатын болсам, ол бір жігіт жазды алдында. Қай бір жылы бір азаматпен тілдестім, Америкада тұрады екен, сөйтіп жұмыс визасын жасап берем, барлығын қатырам, үйтем, сөйтем деген сияқты сондай бір уәделерін берді. Біршама ақшамды алды, бір $10,000-ға жуық ақшамды алып алды. Сөйтіп болды, братан бәрін қатырам, керемет қылам деді да, жоқ болып кетті дейді. Сөйтіп маған жақында жазады, осындай жағдай болды, осындай нәрсе басымнан өтті менің деп. Сосын мен айтам ғой, ол менен бірінші жұмыс визасы туралы сұрады, қайтеді екен деген сияқты. Сосын мен айттым оған, жұмыс визасы ол оңай дүние емес. Ол жұмыс визасын алу өте қиын. Әсіресе біздегі жаңағы ТМД мемлекеттеріне, солардың азаматтарына. Себебі жұмыс визасын екінің біріне бере бермейді. Бұлай ғой, мысалға Америкада компания болса, Америкадағы компания сізге шақырту жібереді. Сізге шақырту жіберу үшін сіз жақсы бір маман болу керексіз, ерекше маман болу керексіз. Бір IT саласында бір керемет бір жетістіктеріңіз болу керек. Сол кезде сізді бір дені дұрыс, бір сондай беделді компания сізге шақырту жібере алады. Компания сізге шақырту жіберу үшін бұлар мемлекеттен рұқсат сұрайды. Яғни бұлар мемлекеттен рұқсат сұраған кезде мемлекет оларға айтады, неге ол адамды сен шақырып жатсың? Бізде ондай маман жеткіліксіз ба, жоқ па не деген сияқты сондай сұрақтар қояды. Сол кезде олар дәлелдеу керек болады сіздің бір ерекше маман екеніңізді. Сондықтан жұмыс визасын алу оңай шаруа емес. Сондықтан біреу сондай уәде беріп жатса, визаңызды жасап берем, жұмыс визасын жасап берем,
осыншама ақша маған қойып берсең болды, міндетті түрде жасап беремін деген сияқты әңгімелер айтып жатса, бірден сенімділік танытып, оған қалтаңызда жиған тергеніңізді беруге асықпаңыз. Бұл нәрседе адамдар ақша жасайды, алаяқтар көп. Осымен бүгінгі видеомды аяқтайын. Бұл видеоның баршаңызға болмаса да біршама адамға пайдасы тиеді деген ойдамын. Маған осында видеолардың астында жақсы пікірлерін қалдырып, өздерінің алғысын білдіріп жатқан адамдарға ерекше алғысымды мен де айтамын, рахмет айтамын. Және де жекеме жазып сұрақтар қалдырып жатқан адамдарға бір айта кететін нәрсе, баршаңызға жауап беруге мүмкіндік болмай жатыр. Уақыт тапшы, кішкене қол тимей жатыр. Сол үшін кешірім сұраймын. Егер де маңызды деген сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар, жауап беруге тырысамын. Видеоны соңына дейін тамашалаған болсаңыздар, баршаларыңызға тағы да көп рахмет, назарларыңызға рахмет. Менімен бірге болыңыздар. Видеоға лайк басып, өз пікірлеріңізді жазыңыздар. Видео ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіңіздер. Құдай қаласа, басқа да көптеген танымдық, сондай пайдалы видеоларды жүктейтін боламын. Тағы да баршаңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.